Армако амбулансқа ешқандай қатысы жоқ. Аслан Хидаяттың, тем более Мэйдейдің, тем более ол Мармараға бұның миллиондаған, миллиардтаған қарызы бар. Ол жақтары жамбасып кеткен бе? Иә, жамбасып кеткен. Бұл кісілер келесі аптада бізге списогын айтып береді. Мармараға қарызы бар, басқаға қарызы бар. Одан кейін пусть управление здравоохранения сіздің сөзіңізге сенсек, отчет бере берсін антикорға. Одан сіздің сөзіңізге сенсек, әлемнің бәрін жамбастап жүрген адамға біз өкіметтің ақшасын беріп қойдық. Осы кісілер айтып келіп отыр. Міне күні кеше келіп отыр. Бәлкім бұл кісі жалған айтып жатқан шығар. Мен білмеймін енді. Көре болған шығар. Заңгер болған екен, құжатқа жүгіне отырып айтқаныңыз абзал деп ойлаймын. Құжатын келесі апта әкеп береді барлығы. Мысалға мен, например, енді бірінші жаңағыдай соттау не болып басталған кезде осы процессуалдық шешім қабылданып, енді бізге Мэйдей жазды ғой. Процессуалдық шешім қабылданған екен Мэйдей Қазақстан бізге жазды. Міне бізге қатысты қылмыстық іс ақталатын негіздермен қысқартылды, яғни қылмыстың құрамында болмаса қысқартылды. Енді маған жаңағы инвестициялық шығындардың өтемақысын және төлеп бер, және де басқаруыма бер, ары қарай жаңағыдай міндеттемелерді орында деп бізге талап қойды. Сол кезде де одан кейін де бірнеше мәрте жаңағыдай келіссөздер, жаңағыдай пысықтаулар, енді ол кісіге бергеннен кейін біз беріп, жаңағы басқаруға беріп, сонымен біз өзіміз на стороне отырмаймыз ғой. Біз ары қарай басқарамыз. Шарттың тарабы ретінде біз басқарамыз. Ол жаңағыдай жекеше әріптестің қызметін ұйымдастыруын, міндеттемелерді орындауын, барлығын қадағалап, басқарып, тіпті мысалға біз ертең мынау қазір қабылдау өткізудің аудиты біткеннен кейін, ары қарай біз жаңағыдай бағдарламасын, оның қалай ары қарай жүзеге асырады. Өзі мемлекеттік жекешелік әріптестік шартында оның жаңағыдай жекеше әріптестің осы ары қарай басқаруға алғаннан кейінгі жетілдірудің сатыларында жасайтын жұмыстары бар. Ол мысалға оқыту керек мамандарды, жаңағыдай арнайы жаңағыдай оптимизация дейді ғой, оптимизация жасау керек деген сияқты. Оның барлығын біз бақылаймыз, қадағалаймыз, тиісті шараларын егер мысалға міндеттемеден ауытқу болдымыз, тиісті шараларды қолданамыз. Мына кісілердің күмәнін сейілту үшін мынадай сұрақ қойсам бола ма? Бұл кісілерді мен түсініп жатқанда, айттың айтпаған, сізге қайта-қайта жүгіріп жатқанға қараған кезде бұл кісілердің ойы бар ма деп ойлаймын да, сіз сонымен жаңағы Мэйдеймен сыбайласып отыр ма, я болмаса жаңағы наныңызға май жағып беріп отыр ма ол дегендей. Сол ойын сейілтуге бола ма? Оның ойын сейілтуге болады. Неге? Себебі енді біз мемлекеттік жекешелік әріптестік болған екен, біз мемлекеттік тараппыз, яғни мемлекеттік әріптестің атынан әрекет ететін ол мен ресми түрде жаңағы бұйрықпенен және де шешімменен мені жаңағыдай бекіткен әріптес ретінде. Ал ол жақта жаңағы Хидаят Аслан және өзінің жаңағы сенімді аудармашысы бар. Біз тек қана жұмыс тәртібінде, жұмыс режимінде, бұл үлкен дауға айналып кеткен мәселе негізінен үлкен дауға айналып кеткен мәселе. Енді осы біріншіден халықаралық ынтымақтастықтың және де өзі мемлекеттік жекешелік әріптестіктің заңмен бекітілген қағидаты ол ынтымақтастық, қарым-қатынас жасау. Енді екі түрік қырғыз батыр бір-бірімен? Жоқ, бізде екі түрік қой енді. Біз енді мемлекет ретінде өзі негіз мемлекеттік жекешелік әріптестік. Біз бірақ бұларға айтамаймыз, бірің өл, бірің қал, бірің дал, бірің сал деп. Жоқ, өйтіп айтпаймыз біз. Әрине, мен мысалға адвокат мысалға бізде жеке қабылдауда болды, сұратылған ақпаратын беріп жатырмыз. Біріншіден, екіншіден, бұл кісі маған жаңағыдай мынандай жағдайлар, проблемалар болып жатыр деп айттым. Мен мысалға бұл кісілерге түсіндірдім. Маған құжаттарын ұсыныңыз. Мен өзімнің тарапымнан жаңағы мемлекеттік әріптестің өкілі ретінде мен өзімнің тарапымнан шартта белгіленген құзыреттердің шегінде тиісті ұйымдастырушылық шараларды қараймыз дедім. Жаке, былай тоқат тәрісіне келгенде бұларға бүйтіп айта аламыз, өз араңдағы дауды өздерің шешіп алсаңдар, біздің не қатысымыз бар деді. Жоқ, олай айтқанда дұрыс болмайтын шығар бұл жерде. Себебі енді қатыстарыңыз бар ма, яғни дауға, бұл общий дауға сіздердің де? Жоқ, общий дауға біздің қатысымыз жоқ. Бірақ енді біздің тарапта 2,5 миллиард теңгені антикор. Бұл жерде мынандай бір нюансы бар да, мемлекеттік жекешелік әріптестік туралы заң талаптарына сәйкес мемлекеттік жекешелік әріптестік шартының төңірегінде мемлекеттік әріптес ретінде ол тарап Қазақстан Республикасы болады. Түсіндім ғой. Енді яғни ол жерде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау басқармасы, я болмаса Шымкент қаласының әкімдігі,
деген бөлек дүние жоқ. Яғни барлығы мемлекеттік органдар болғаннан кейін, Қазақстан Республикасы болғаннан кейін, бұл жерде енді 2,5 миллиардты тоқтатудан және шартты орындаудан тоқтатудан туындаған проблема болғаннан кейін оны түсініп отырмыз ғой. Енді бұл өзінің жаңағы отандасын лақтырып отыр деп отыр. Мына кісі айтады да, бұл кісінің айту бойынша. Егер осы кісінің айтқаны рас болса, өзінің отандасын лақтырып отырған адам біздің қазақты аяй ма? Жоқ, лақтырғанда бұл жерде мына кісінің айтысы бойынша, мен айтпаймын. Бір-екі нюанстары бар да, мысалға. Біз мысалға жаңағыдай шарттың шеңберінде айтып отырмын жаңағы. Мен айтып отырмын, сіз тоқтатып қойыңыз. Таза адам табылмады ма дегенім ғой. Таза адам табылмады ма болғанда тәжірибесі мол менеджменті бар мекемеге, тұлғаға ол жерде ол Аслан Хидаят деп жеке қарауға болмайды. Себебі ол заңды тұлға. Жаке, мен оны түсіндім. Заң бойынша, қағаз бойынша біздің жақ тура екен да. Мен айтайын деп жатқан. Біздің жақ тура. Хидаят бізге берді, біздікі тура. Ал ар жағың не болса о болсын деп. Мынау айтады, мен дейді сіздерді алып жүрген әрбір көлікте ақым бар. Ақымды алған жоқпын дейді. Мен Құдайдан құттың күні қарғап отырмын дейді. Енді ақысын алмауының себебі айтып жатырмын ғой, антикордың қойған арестіне байланысты біз Мейдейге төлей алмай қалдық. Жоқ, Мейдейге сіз айтамайсыз ба? Ақың төлеп қарызың құтылса, айналайын арқаңнан шылауың. Ол маған ол жердегі ол кезде ол маған айтады. Онда сен менің 2,5 миллиардымды төле дейді. 2,5 миллиард төлеген кезде оның жаңағы несі бар емес пе? Жарғысында жазып қойған ғой. Барлық өзіңнің келісім шарттарың таза болу керек деп. Сіздің ақыңыз ол жаңағы уставында жазылмаған шығар. Мен үкімет Қазақстаннан ақша алсам, түрікке төлеймін деген. Былай келіссек бола ма бұл жерде? Былайда егер жаңағы қылмыстық іс қозғалмай, жалпы негізі жекеше әріптесті таңдау кезінде, шарт жасалу кезінде бұлардың арасында бұндай дау ешнәрсе болмаған. Мысалға да, ЕМС Қазақстанменен де, жаңағы басқа да Армакомменен де, бұлардың арасындағы дау осы кеше осы шарттың шеңберінде болып жатқан дүниеменен туындап отыр. Яғни, егер чисто гипотетически, егер жаңағыдай қаржы біздің, мысалы, ол инвестиция салды ғой, салған инвестициясын өзінің шартпен белгіленген мерзімдерінде төлеп, өтемін жүргізген жағдайда, бәлкім бұл дау болмас беді. Себебі бізден инвестициялық шығындарын өтемін алады, ары қарай жаңағыдай өзінің есеп айырысуларын жасайды. Сәйкесінше есеп айырысулар жасаса, бұл жақта да дау болмайды. Ал енді бізде қозғалған қылмыстық іске байланысты міндеттемелер жарты жылдан тоқтап қалды. Жарты жылдан тоқтағаннан кейін естественно, ол бізді де затрагивает. Почему? Себебі отчасти бұлардың арасындағы даудың туындауына біздің мемлекетте Жаке, түсіндім. Мен де Хидаятты бір жақты жамандаудан аулақпын да. Мен мына кісілердің сөзін айтып жатырмын. Бұл кісілердің сөзі рас па, өтірік па, әлі анықтала береді ғой, екі жақтың тыңдағаннан кейін. Негізі айтып жатқаным да. Ол менің просто айтайын деп жатқаным, бір қандай да проект болмасын, біз жүргізіп жатқан болсақ, неге басы дауға біткен бәлелермен өмір жаңа байланса береміз деймін да. Екінші айтайын деп жатқаным бар емес, мына кісінің айтқаны миллиардтаған ақша деді. Общий жаңа Армаком қанша миллиард бөліп жатыр дедіңіз? Ол 6 миллиард қой. 6 миллиардқа сондай программа сатып алғаннан гөрі өзіміздің Армаком 6 миллиард тұрмайды. Қанша тұрады? 1 миллиард тұрады. 1 миллиард 600 мың доллар. 600 мың доллар. 1 миллиард деген енді 2 миллион доллар ғой. Ол пайда таба деген. Ол Армакомнан 200 мың долларға сатып алады да. Инвестиция ретінде 600 мың долларға бұларға сатады. 400 мың доллар пайда көріп отыр. Ол инвестицияға жатпайды ғой ол. Мысал үшін. Одан кейін менің айтып жатқанымда, бұл кісі айтып жатыр, біз 2024-ке сыйақы бердік, доверительный управленияға бердік дейді. Потому что дейді, ол инвестор бізге дейді. Ол ақшасы көп адам екен, инвестор болса. Не себепті 2 жылдан бері мына кісілердің зарплатасын төлеп тұрмайды? Жоқ, осы кісілерден басталды ғой даудың басы. Даудың басы осылардан басталды. Кім боласың өзде? Біз ол жерде аудармашы ретінде істеймін өзім. Сізді лақтырды ма не? Я где-то бір жылда мен зарплатым аламадым сол жерде. Қазақстан азаматтарының да құқығын шектеп жатыр екен ғой. Жоқ, бұл жерде Қазақстанның азаматын шектеп жатқан кезде айтып жатырмын ғой. Шектей берсін дейсіз ғой. Жоқ, сіздер дұрыс түсініңіздер. Бірінші кезекте мемлекет өзінің міндеттемесін орындауды тоқтатты. Бірінші кезекте бұл жерде соны ескеру керек.
адал әріптес дегенде сөз бар ғой, адал әріптес. Дұрыс қой, адал әріптес ретінде бізде мемлекет мысалға өз мойнымызға алған міндеттемемізді орындауымыз керек еді. Дұрыс қой. Бірақ енді ол орындау болған кезде мысалы айталық, басқа бір хидаяттан басқа біреу болса, мысалы мен өзім ойымда енді ештеңе айтайын деп отырмын. Менің байқауымша басқа мына болса, бұл хидаят емес, басқа біреу дәл осындай істесе, баяғыда келісім шартты үзіп көтінен бір теуіп құр деп қуып жіберетін сияқты. Неге хидаятқа сонша жабысып қалдыңыз?